Бірінші, екінші орын анықтаймыз. Есімін? Рахат. Рахат және Ажар. Сен коллектив, сіз класстас подружкасы. Енді қараңыздар, мен финалға әріпті айтам, микрофонды бұлай қоям. Кім бірінші әнді тауып, микрофонды алып ән айтып кетеді, сол бірінші орын алады. Келістік қой. Микрофонды алып ойланып тұру жоғынан. Пока ән таппайынша микрофон өші жерде тұрады. Келістік қой. Ән есіңізге түскен кезде ғана алып айтамыз. Жақынырақ тұрыңыздар. Ендеше финал, финальная буква. Буква У. Вақыттың думаны. Ой, өтірік айтпа. Енді қай? Сенде қандай? У жаным, қайнап отыр ыстық қаным. Не? Қой сен қой, қай қаның қайнап отыр? Бар ма, Ажар? Айтып отырмын ғой, вақыттың думаны. Ой, кім айтады оны? Қай ән ол? Вақыттың думаны. Вақыттың думаны. Ондай әнді білмен. Ешкім біліп отырған жоқ, мына жерде вақыттың думаны. Кімнің Рахаттың әнін қабылдаймыз ба? Тағы бір айтып жүрші. У жаным, қайнап отыр ыстық қаным. Сосын? Ақтамағынан бір искетші. Кетші. Ойба. Рахмет. Уақыттар сырғиды, сағаттар жылжиды. Тағы бір әріп берем онда. Тағы бір әріп. Максы жаңа бірінші тапты ғой негізі уақыт деп, бірақ әні қазір есіме түсті. Или битікші. Менің қолымда С және Ж деген әріп бар. Қайсын таңдайсың? Ж. Ж. С құтты болсын. Енді мен сұрақ қоям, әріп бойынша жауап бересіздер. Есімін? Рахат. Есіміңіз? Жанар. Есімін? Сандуғаш. Лағы жібердің. Қай жақтан келдің, Жанар? Жезқазғаннан. Жезқазғаннан. Қайдан келдің, Сандуғаш? Семей. Кіммен келдің? Семьямен. Кіммен келдіңіз? Жолдастармен. Жолдастарыңызбен. Немен келдіңіздер бәріңіз? Жаяу. Жезқазғаннан ба? Ойбай. Немен келдіңдер? Самолетпен. Кім болып жұмыс жасайсыз Семейде? Сварщик. Сварщик, Сандуғаш деген естілеріңіз бар ма? Кім болып жұмыс жасайсың, Жанар? Жалдамалы жұмысшы. Жалдамалы жұмысшы. Разнорабочий қойшым, шыға бересің любойшың. Жақсы. Әйелің аты кім? Серега. Сендерді бәрі ауысып кеткен ойын да? Серега, сен Сандуғаш. Күйеуіңіздің аты кім? Жанат. Жанат. Жанат не жұмыс жасайды? Жатады үйде. Жанат үйде жатады. Сіз разнорабочий, құдай жан. Серега не жұмыс жасайды? Сүйек мұжит. Ой, Алла. Сүйек мұжып ақша табады кем күйеуі, әйелі. Кеше не істедіңдер ал, Серега күйеуің? Ай, не болды? Серуендедік. Қақта? Семейде. Семейдің қай жерінде? Саябағында. Саябағында. Кеше не істедіңіз, Жанат екеуіңіз? Жаяу ойлатып жүрдік. Жезқазғаннан жаяу келдің, кешеде жаяу, құдай аха. Серегаға дейін қанша қызбен жүрдің? 8. Неше жігітпен? 7. 7. Максы қандай? Сүйкімді. Мына жігіт қандай? Жақсы. Қай жері ұнады? Жаны. Жаны? Қай жері ұнады? Сүйегі әрекет. Молодец, Арыстанға не тілейсің? Сүйіспеншілік. Ары қарай айтпашы, сен айтпашы. Не тілейсіз? Жақсылық тілеймін. Адим апайға не тілейсіз? Жақсылық тілеймін. Тоже жақсылық. Адим апайға? Сабырлық. Молодец. Өте жақсы. Екеуіне де бірінші орын береміз. Ду қол шапалақтарыңызбен. Мынау бауырым саған бірінші орын алған үшін арнайы фирменный сағат той иелерінің атынан ду қол шапалақтарыңызбен. Рахат, молодец. Және де біздің Ажар апай, мынау сіздің көйлегіңізге подцвет как раз. Абзалды шақырайық, кім болып келеді ол кісі? Оқушым.
оқушы, шәкірті, абзал билеп шығамыз енді бүгін ұстаздың бапкердің тойы. Жібер маэстро. Абзи! Давай, давай! О! Сонда Баукең үшін бір сальто тастай алмадың ба, не абзал? Ұстазың үшін бір тастай алмадың ба, не абзал? Ұстазың үшін бір тастай алмадың ба, не? Шабал қайда? Абзал! Палуан! Міне, шабалар қойыңыздар біздің қазақтың жігіттері. Сіз сальто тастамай қойыңыз. Қажет емес. Иә. Ау? Жолдасың тастайды. Жолдасыңыз тастай ма? Давай көрейік жолдасы тастайды. Кім аты? Аты кім? Аты кім? Жангелді. Жангелді. Жеңгем айтты ғой. Тастай ма? Тастайды. Ойбай, мына кісі қоймай жатыр ғой. Жәке, білмеймін енді халық. Туға шабалақтар ізбен. Қош келіп жатырсыздар. Иә. Жоқ білмеймін ғой, үйде постоянно тастайды деп жатыр ғой. Мен тастаймын, қалып қап ұяттың жүрем. Бапкер деген атым бар дейсіз ғой. Батут керек, батут бізге. Міне тұр ғой батут. Лақтыр жіберейін деп тұрған. Жоқ, Жәке, мақұл енді. Енді бұл кісілер баяғының жасы, қазіргінің басы болды ғой енді. Орныңызға кім тастайды, соны айтыңызшы маған. Орныма ма? Кім тастайды? Азам братан. Бар ма? Аза братан. Қайда ол кісі? Сіздер немене болып отыр ма? Жоқ, Азекең тастайды. Тастаймыз ғой. Тастаймын ғой, Баукең. Бітті. Баукең үшін, Жангелді братан үшін, және атыңыз кім еді? Гүлназ үшін. Нефтеміз сіз шығып кеткенше, анау жақта тұрмын. Мына Талғарда 103 ұзақ келеді деп естуім бар еді. Заранее звондап қойыңыздар. Ортада Менікі бөлік сальто. бөлек. Бала кездегі арманым еді, бір бөлек сальто көргім келіп жүреді өзі. Ортан ашайық, ағайын, балаларға ие болыңыздар. Братан, есіміз? Азамат. Азамат, Аза, братан. Айғай шу! Аза, Албан, встречаем! Опа! Эй! Палуан! Міне, жауырыны қақпақтай, иығы тоқпақтай қазақтың жігіттері аман болсын. Жәке, сіздің атыңыздан ғой бұл, Бұл сальто Азеке Жәкеңнің атынан, енді өзіңіздің атыңыздан бір сальто бұл. Жоқ, бұл Жәкеңнің атынан болған. Еще раз, айғай шу бар ма? Аза, Албан, жібер маэстро кетті. Қошемет қайда? Сізге той иесінің атынан, Бауканың атынан сальтоң үшін, және Жангелді ағаның атынан 5000 теңге. Тұрып сальто тастаған кезде Жұлдызды бапкердің атына 5000 теңге аз, 10.000 теңге. Сәл қанағат жоқ екен, сіздер? Бір шабалақ бар ма ана біздің палуандарға? Бір рухты көтеріп, айғайлап шулап қояйық. 1, 2, 3, ал кетті палуан. Теңге тең. Палуан, сана. 3. Енді кетті. Қошемет қайда, айғай шу қайда ағайын. Шалып бер. Азеке. Стоп. Палуан. Ойламаған жерден ЦСКА бір победа. Алматы облысы бір поражение. Жаңағы ЦСКА мен Алматы облысы кетпеңіздер. Қазір 3-ші орынға таласатын боласыздар. Жетісу палуандарының поддержкасы бар ма? Жетісу палуандары. Жақсы, жауап емес. Алматы қазақ күресі. Жақсы. Ал, Азеке, өзіңіз санаңыз, кеттік. Балалар ие болайық, ортада шайық, ағайын сіздер шабыт беріп, айғайлап, пайпайлап отырыңыздар. Ал. 1, 2, 3.
Азеке, жаңа жеңілгенмен, бағана жеңілген команда келіңіздер ортаға. Жеңілген команда деген қатты естіледі екен, Үш. Кетті! Шабар қайда! Ей, Алматы облысы! Алматы облысы! Жіберме! Шоқ балуан! Тұмар! Өй! Айдар Шулайда! Жетісу балуандары стоп! Бәрекелді! Үшінші орын алған Жетісу балуандары! ЦСКА Алматы! Қошемет! Алматы қазақ күресі. Екі жақты палуандарда жауырыны жер иіскемеген, әлі жеңіліп көрмеген бұл кісілер. Енді шынайы мықты тартыс болайын деп тұр. Бір, екі, үш, шап кетті. Міне. Палуан, міне нағыз мықтылар. Берме. Айғай Шуғайда. Қаш! Ортанаш! Жаяулар абайла! Шаттыман! Алматы қазақ күресі қошемет қайда? Міне кетті міне! ЦСКА тарт! Ей, палуан! Міне! Шынайы жеңіс, құрметті ағайын! Бүгінгі Баукеңнің 45 жасында 4 команданың ішінде 2 дүркін жеңіске жетіп, бірінші орынға ие болған